Так, келесі бізде мынандай логикалық есеп берілген. Бұны шығармас бұрын ең алдымен мынаған назар аударсақ, мына 3 төртбұрышты жасыл ол бізде 27-ге тең болады дейді. Сонда бір жасыл ол бізде әрбіреуі, яғни 7-ге тең деген сөз. Сонда енді мына жерден 7-ге 2 қандай бірдей санды қосқан кезде 19 шығады. Яғни мына екеуінің қосындысы бізде 12-ге тең болып тұр. Сонда 12 болса, онда мына 3 бұрыштың біреуі 6-ға тең деген сөз. Жаңа біздер айттық, мыналар 7-ге тең дедік. Енді бізге дөңгелек пен 3 бұрыштың қосындысын сұрап тұр. Енді мынау 7 болса, мына жақта 17, онда қызылдар бізде әрқайсысы 5-ге тең болып тұр деген сөз. Енді бізге дөңгелек пен 3 бұрыштың қосындысын сұрап тұр. Сонда біздер дөңгелек бізде 5-ге тең болса, оған қосамыз, 3 бұрыш 6-ға тең. Сонда дөңгелек пен 3 бұрыштың қосындысы бізде 11-ге тең деген сөз екен.